Баршаларыңызға қайырлы күн. Есімім Нұрсұлтан Ахметов болады. Бүгін сіздермен осы информатика олимпиадасына өзіміз қалай дайындықты жасай аламыз, осы тақырыпта сөз қозғайтын боламын. Жалпы бүгін сабағымызды, мастер-классымызды бастамай тұрып, әуелі өзімді таныстырып өтейін. Одан кейін жалпы информатика олимпиадасы не деген сұраққа жауап берейін. Ол бізге не үшін керек деген өте маңызды сұрақты бірге қарастырайық. Және де одан кейін барып, мен уже өзімнің тәжірибеммен сіздермен бөлісе бастайтын боламын. Сол есімім Нұрсұлтан Ахметов. Яғни жалпы мен 4-ші буын педагогымын, мұғалімдікті саналы түрде таңдадым. Қазіргі таңда 12-ші жыл ұстаздық жолымды атқарып келемін. Менің үлкен атам қазақ тілі мен әдебиет мұғалімі болған, өз атам бастауыш сынып мұғалімі, және де мектеп директоры болды Қарқаралы ауданында. Нағашы атам Ағадыр мектебінің директоры болды. Әкем қазіргі күнге дейін өзінің қызметін, яғни педагогикалық қызметін жалғастырып келеді. Және де мен де информатика мұғалімімін. Өзім туралы қысқаша айтсам, 2014 жылы мұғалімдік жолымды бастаған едім. Даусым эхо болып тұрған жоқ па? Нормально ма? Или эхо ма кішкене? Бәрі күшті. Мен өзім 2014 жылы ұстаз жолымды бастадым. Сол кезде бастаған кезде өзіме биік мақсаттар қойдым. Неге? Себебі саналы түрде ұстаздық жолыма келгеннен кейін, сонымен қатар мектепті алтын белгіге бітіріп тұрсам да ұстаздықты таңдадым. Ата-анам ұстаздар болса да қарсы болды. Себебі өздеріңіз білесіздер, 2010 жылдары ұстаздық мәртебесі болсын, жалақысы болсын, қазіргіндей емес еді. Сол себептен де осыны саналы түрде таңдағаннан кейін өкінбей ұстаз жолымды абыроймен атқарайын деген ой болды. Және де ең үлкен мақсаттардың бірі не болды? 3 жылдың ішінде жоғары аттестацияны, жоғары категорияны алу. Ол әрине өте қиын нәрсе, почти мүмкін емес. Сол себептен сондай мақсат қойған едім. Және де сол мақсатқа жету үшін де өзім де талпындым, оқушылармен де әртүрлі сайыстарға да оларды дайындап қатыстым. Солай қысқа уақыттың ішінде шыңдалуға нәсіп болды. Және де 3 жылдың ішінде өзім жоспарлағандай Алла тағала нәсіп етті жоғары категорияны алуға. Кейін 2018 жылы өздеріңіз білесіздер, жаңа категориялар пайда бола бастады. Сол кезде стажым негізі 4 жыл болды, 25 жасындамын. Не бойынша, критерий бойынша кем дегенде 5 жыл болу керек еді. Бірақ та одан басқа критерийларға сай келіп тұрғаннан кейін бас тігіп шеберге бірақ бердім. Сөйтіп ол кезде Көкшетауда едім. Комиссия 2-ге бөлініп, сол комиссияның төрағасы берейік деп шешті. Кейін былтыр 2024 жылы растадым категориямды. Одан бөлек үлкен мақсаттардың бірі 5 жылдың ішінде үздік педагог алу болған еді. Бірақ та ол 5 жылдың ішінде нәсіп болмады. 8 жыл қажет болды. Және де 3-ші попыткадан кейін бірақ қана нәсіп болған дүние. Және де ойда жоқта, планда болмаған еді, жоспарда. Бірақ та 2024 жылы Ғанибек Тайұлы үздік педагог атанған. Және де педагог шебер ұстаздарға алтын сарин төсбелгісі берілсін деген жарлық шығарды. Соның нәтижесінде осылай алтын сарин белгісіне де ойда жоқта ие болдық. Енді жалпы бұның бәрін не үшін айтып тұрмын? Себебі кішігірім өзімді таныстыру үшін. Өйткені бүгінгі тақырып маңызды. Одан бөлек бұл тақырыпты айтып отқан, яғни маман қаншалықты тәжірибелі, қаншалықты бұл тақырыпты біледі деген бойынша сіздерге жауап ретінде айтып тұрмын. Мен сіздерге қазіргі кезде бұл нәрсенің барлығы бір күннің ішінде болмағанын да айтып өткім келеді. Яғни жалпы мен өзім ойлаймын, осындай үлкен жетістіктерге жеткеннің ең басты себебі ол өмір бойы білім алу деген қағидамен жұмыс істеуім. Яғни 2014 жылы бакалаврды бітіргеннен кейін магистратураға да түсіп 2 жыл оқыдық. Одан бөлек тәжірибе болсын деп Көкшетау университетінде де 2 жыл жұмыс істедік параллельно мектеппен. Өзім қазіргі білім инновация кезіндегі қазақ түрік лицейінің түлегім. 2010 жыл негізінен сол себептен
ағылшын тілімен қатар түрік тілін де білеміз. Және де осы уақыттың ішінде 14 семинар, 8 біліктілік арттыру курстарына қатысыппын. Және де оның арасында жақында өткен Бебрас халықаралық воркшоп, Бебрас халықаралық олимпиадасы өтті. Ол туралы мен сіздермен бөліскен едім. Кім маған жазған, өздеріңіз де көріп, танысып, оқушыларыңызға қатыстырған шығарсыздар. Сол сайыстардың жаңағы сараптамасына 2016, 17, 19 жылдары жаңағы шетелде болып жатқан воркшоптарға қатыстым. және де 2020 жылы онлайн болды. ковид себебінен 4-ші сол кезде қатысқан едім. Одан кейін соңғы жылдары өздеріңіз білесіздер, Бебрас өтпей жүрді Қазақстанда, және де биыл дұрыстап қайттан қолға ала бастады. Енді білім алу ол бір, екіншіден ол білім пайдалы білім болу керек. Пайдалы білім деген сен әуелі өзіңе пайдасын тигізе білуің керексің, кейін ғана басқаларға пайдасын тигізе алатындай боласың да. Яғни сіздің өзіңіздің мысалы стаканыңызда су толық болмаса, сіз басқа стаканға құя алмайсыздар ғой. Яғни сол себептен де өзімізден бастау керекпіз. Және де сол себептен де өзімнің білімді әртүрлі кәсіби сайыстарда қатысып шыңдадым. Және Алланың нәсібімен жаңағы екінші импакт, яғни Жаутөківский олимпиадасына қатыстым. Тренерлар емес, педагогтар арасында категорияда. 4-ші Роболенд фестиваліне. Ол кезде бұл қазір мысалы мұғалімдер қатысуға болмайды, бірақ та 4-ші Роболендта именно программирование ботов деген категория болды. Және де сол категорияда мұғалімдер қатысуға болушы еді. Өзім соған да қатысып көрдім. Кейін шығармашылық сайысқа қатысып көрдім. Дарынды балаларға талантты ұстаз, педагогикалық идеялар фестивалі. Және де Аллаға шүкір, осының бәріне бүкіл сайыстарда жеңімпаз атанып шықтым. Соның ішінде жаңағы 2022 жылы үздік педагог сайысы да бар. Бірақ та өзіміз білеміз, ұстаздың еңбегі ең бірінші кезекте оқушының еңбегімен, жетістігімен бағаланады. Және де өзім 3 бағытта негізінен жұмыс істеймін оқушылармен. Ол пәндік олимпиада, робототехника, ғылыми жоба бағыттары. Және де осы 3 бағыттың ішінде 2014 жылдан бастап оқушыларымды әртүрлі облыстық, республикалық, халықаралық деңгейлерге қатыстырдым. Оның ішінде өзіңіз көріп тұрсыздар, 500-ден астам рет қатысқан оқушылар, оның ішінде 300-ден астам жүлделі орындарға ие болған. В принципе, статистика осында. Кейін записьті бөліскен кезде өздеріңізге қызық болса көре аласыздар. Мынау кішкене сол жаңағы олимпиадалық естеліктер оқушылармен, мынау ғылыми жоба естеліктері, мынау және де робототехника естеліктері. Енді жалпы кішігірім өзімді таныстырдым деген ойдамын. Енді тақырыбымызды бастайық. Жалпы бұл жетістікке қалай жеттім деген сұраққа мен сізге қалай жауап бердім? Өмір бойы білім алдым. Бұл ең басты қағидам. Бірақ та мен сіздермен алғашқы ұстаздық жылымды айтқым келеді. Себебі мен айтқандай ұстаз болғым келді, бірақ та ата-анам қарсы болғаннан кейін мен басқа бір жолын таптым. 11-ші сыныпта ол кезде оқушымын. Мен IT мамандығына түстім. Бірақ та 4 жылдан кейін IT мамандығын бітіргеннен кейін мұғалім болатынымды нақты білдім. Оқушы болып тұрсам да, енді ғана мектеп бітірсем де, бірақ та ата-анама ол туралы айтпадым. Яғни уақыт келген кезде айтамын деп солай шештім мен. Сосын как раз таки магистратураға түскен себебім да, өйткені өздеріңіз білесіздер, IT мамандығын бітіргендер мектепте сабақ бере алмайды. Жалпы осы. Және де IT мамандығын бітіргеннен кейін алғашқы жыл мұғалімдікті бастап жатырмын. Университетте енді алған білімім шамалы деп айтылам, өйткені Қостанай университетінде оқыдым. Ол жерге барған себебім де біріншіден сол тәрбиеші болғым келді. Бұл басқа әңгіме енді. И айтқым келген не? Алғашқы ұстаздығымнан жылы 7 мен 11-ші сыныптардың бүкіліне сабақ беру керек. Және де IT мамандығында өтетін дүние бөлек, информатика ұстаздары түсіндіретін дүние бөлек. Және де бүкіл тақырыптарды мен күнде сабақтардан кейін түнгі 2-3-ге дейін отырып, дайындалып, оның үстінде ағылшынша түсіндіру керек, оны ағылшынша қалай түсіндіру деп, соның барлығын дайындалып, 1 жыл бойы сөйтіп 490-ның ортасына дейін тек қана өз пәнімен айналыстым. Бірақ та сол 8 айдың ішінде, сентябрь мен апрель арасы, яғни қыркүйек пен сәуір арасы, мектепшік бағдарламаны өзім үшін жаптым да
сәуір айының соңында олимпиадаға алғашқы қадамдарымды жасай бастадым. Жалпы осы олимпиада бойынша сіздерге мынау сұрақтан бастағым келіп тұр. Информатика олимпиадасы деген не? Басқаша информатика олимпиадасына біз спорттық бағдарламалау деп атаймыз. Яғни бұл интеллектуалды жарыс, және де бұл жерде біз белгілі бір есептерді математикада, физикада, мысалы қағазда шығаратын болсақ, бұл жерде біз компьютерда бағдарламалау тілін пайдалану арқылы шығарамыз. Және де мақсаты не? Біздің жазған бағдарлама шектеулі уақыт ішінде ең тиімді жылдам жолмен бұл есепті шығару қажет. Информатика олимпиадасында жалпы оқушылар таңдаған кезде ол әрине неге қарау керек? Логика мен математикаға қарау керек. Кейін ғана барып, жаңағы бағдарламалау тілінің фундаменттерін үйреткеннен кейін алгоритмдерді үйретіп, программированияға жаңағы бастайсыздар. Енді жалпы олимпиада есептерін шығарған кезде біз біріншіден есептің берілгенін түсінуіміз қажет. Бұл өте маңызды. Бір мысал ретінде жаңағы 6-шы шығармашылық сайысқа қатысып отырған кезімде бізге 5 есеп беріледі. Қателеспесем 3 сағат беріледі 5 есепті шығаруға. Мен жобасы бір 2 сағаттың ішінде бітіремін да, соңғы 1 сағат соңына дейін отырамын. Неге? Себебі мен оқушыларыма әрдайым айтамын, және де оқушыларға айтқан нәрсемді де өзім жасамасам қандай мұғалім боламын деген оймен соңына дейін отырдым. Неге? Өйткені уақыт болады, қатеңді түзуге мүмкіндік болады деген сияқты. Және де ең қызықтысы, соңғы 15 минут қалғанда есептерді оқи бердім, өзімнің кодымды қарай бердім, тексере бердім. Сенімді болып тұрмын сонда да. Және де 15 минут қалған кезде мен не түсіндім? Мен есептің берілгенін қате түсініппін. Кішкентай бір кішігірім ғана қателік. И сол үшін менің есебім толық 100%-ға өтпеуші еді негізінен. Және де сол 15 минуттың ішінде оны байқап, түзетуге үлгердім, себебі кішігірім ғана бір қателік болды. Және де соның нәтижесінде сол бірінші орынға ие болдым. Абылай бірінші орынға ілікпей қалушы едім негізінен. Яғни есептің берілгенін түсіну өте маңызды. Ал есептің берілгенін түсіну үшін кей кезде бізге маңызды тақырыптарды білу қажет. Енді мысалы графтармен бойынша есептің берілгенін шығару үшін графты білу керек деген сияқты да. Енді одан бөлек бұл есепті шығару үшін біз оңтайлы шешімді табу керекпіз. Оны шығару үшін әрине мен бірінші кезекте оқушыларыма міндетті түрде айтамын, қалам қағаз алыңдар, сол қалам қағазбен әуелі қағазда шығарыңдар. Егер де кірісте осындай сандар болған кезде шығыста қалай шығу керек. Сол кезде ми қосылады да, и уже біз мидағы процестер қалай жүріп жатқанын қадағалайтын болсақ, мен бірінші былай істедім, одан кейін былай істедім деп, өзіңіздің қағазда жазылған алгоритмді кейін барып не істейсіз? Бағдарламаға түсіресіз. Және де оның қатесі бар ма жоқ па, осыны тексересіз. Жалпы бұл олимпиада есептерін шығару алгоритмі. Енді ең маңызды сұрақ бұл жерде бізге олимпиада не үшін керек? Өте маңызды сұрақ. Өйткені өздеріңіз білесіздер, олимпиада дегеніміз ол 10 сағатта, 20 сағатта меңгерілетін дүние емес. Жүздеген, мыңдаған сағат бұл нәрсеге арнау қажет. Мұғалім болсын, оқушы болсын, үлкен нәтижелерге жету үшін. Бірақ та егер де шынымен де бұл жол жүрілетін болса, бұл еңбек өтелетін болса, бұл көрген бейнетіңіздің зейнетін міндетті түрде көресіздер. Яғни оқушы болсын, мұғалім болсын. Мысалы, бір оқушым 2022 жылғы түлек, қазір Назарбаевскийде оқып жатыр, университетінде, Астанада. Студент болып тұрып, Англиядағы Bloomberg деген компанияға стажировкаға түсті. Осы жазда өтетін болады. Және де ойлаңызшы, студент болып тұрып, өте күшті компанияға стажировкаға өтеді. Одан бөлек ол компания оның стажировкасы үшін оған $15,000, 10,000 фунттан астам оған төлейді да, нақты сан білеймін. Бірақ та ойлаңыз да, қандай мүмкіндікке ие болады. Бірақ та бұл бір күнде, екі күнде бола салған дүние емес та. Бұл кәдімгідей жылдар бойғы еңбек нәтижесі. Және де мұғалім ретінде де мен қазір сіздерге өзімнің жолымды көрсем, мен бұл жолым осы алған білімім осы уақытқа дейін тоже 1-2 жылдың еңбек емес, бірақ та
бастау қажет та. Бастамасаңыз бұл нәрсеге жетпейміз. Біз жаңа жыл как раз жаңа жыл кезінде көбісі не істейді, мақсат қояды, биылғы жылы мен осыны жасаймын деп. Бірақ та біз қысқа уақыттың ішінде, яғни мысалы бір жылдың ішінде өзіміздің не жасай алатынымызға асыра сілтеп жібереміз, өзімізге көп алып қоямыз. Ал бірақ та ең қызықтысы, мысалы 5 жылдың ішінде, немесе 3 жылдың ішінде, 10 жылдың ішінде мен не үйренемін деген мақсат қойған кезде, жалпы не бітіремін деген мақсат қойған кезде, біз қайтадан наоборот недооцениваем себя. Яғни биік мақсаттар қойған кезде негізінен как раз таки ұзақ мерзімді қою қажет. Сол кезде жетуге мүмкіндік болады. Енді бұл жерде қызықты ма, нормальный ма? Сіздер іштеріңіз пісіп отқан жоқ па? Жоқ, Қызықты, жақсы өтіп жатыр. Просто бұл өте маңызды дүние. Бұл нәрсені түсінбесек, олимпиаданы кіріссек те іс ұзаққа бармайды шынымен де. Енді не үшін мына жақта былай алдым да, бағыты жоқ демеге ешқандай жел оң болмайды. Себебі біз мысалы қаншалықты Майкл Фелпс сияқты дүние жүзіндегі ең жылдам суда жүзетін мысалы спортсмен болайық, адам болайық дүние жүзіндегі. Бірақ та біздің баратқан бағытымыз керісінше бағыт немесе басқа бағыт болса, біз өзіміздің баруымыз қажет жерімізге өмірімізде жетпейміз да. Сол себептен де бағыт дұрыс алу керек та. Яғни сол себептен де дайындықты қалай бастаймын, қай тілді үйренемін, қандай ресурстарды қолданамын деген сұрақтарға біз міндетті түрде тоқталамыз. Бірақ та ең маңызды сұраққа тоқталайық, не үшін? Яғни айтқандай, олимпиада бұл марафон, бұл спринт емес, яғни 100 метр жүгіру емес, бұл мысалы 42 километр мысалы. Спринт 100 метр болса, 42 километрлік бір жолда. Яғни бұл жерде әрине міндетті түрде қателіктер болады, қиындықтар болады, шығарылмай жатқан моменттер де болады. Бәріміздің басымыздан өткен олимпиадамен айналысқан, оның барлықтарымыз түсінеміз. Сол себептен түпкі мақсатымыз бұл маған не үшін қажет деген саналы түрде таңдауымыз болмаса, шынымен де мотивациямен ғана ұзаққа бармаймыз. Енді сол себептен де мен осы сұрақты екіге бөлдім. Біріншісі ол мұғалімге не үшін олимпиада қажет. Жалпы өздеріңіз білесіздер, мұғалім мысалы өзі олимпиадаға қатысса, оқушысы қатысса, не болса, жүлдегер атанса, оқушы болсын, ұстаздың өзі болсын, бұл кәдімгідей бір үлкен бір сияпат, иә. Мәселен, алдың күні оқушымен кездестім, ол қазір әлі студент, бірақ та оқушыларды олимпиадаға дайындықты бастап жатыр екен. Және де оның дайындаған оқушысы қалалықтан сол бірінші орын алып, облысқа өтіпті. Ол мектепте бұндай оқиға бірінші рет. Және де соны кеше сторисқа салсам, сол мектептің әріптестерім хабарласып жатыр, рахмет, оқушыңызға рахмет, осылай алғашқы рет жаңағы олимпиадаға өтіп жатыр деген сияқты облысқа. Айтқым келгеніне, бұл шынымен де абырой да. Одан бөлек жай ғана абырой емес, ол дипломдар. Қандай дипломдар? Сіздердің жоғарғы категория алуға мүмкіндік беретін, одан бөлек үздік педагог сияқты жарыстарға қатысуға және де жеңімпаз атануға, одан бөлек премия, яғни сыйақы алуға да мектеп орнынан ол мүмкіндік. Және де еңбегімізді аудан болсын, облыс болсын, республика болсын мойындайды. Яғни еңбегіміз мойындалған кезде шынымен де біз мотивациямызды әрі қарай дами бастайды. Және де сіз мысалы олимпиадамен айналысқан кезде қарапайым питон сабақтарын жүргізген кезде уже сабақтарыңыз жаңа деңгейде болады. Неге? Өйткені сіз күрделі тақырыптар біліп отқан кезде оңай тақырыптарды сіз әлдеқайда жақсырақ түсіндіресіз. Және де мен кез келген тақырыпты мысалы 10 рет түсіндірсем де кей кезде өзінің сұрақтар пайда бола бастайды. Мынау қалай сөйтіп зерттеген кезде әрі қарай тереңдей бастаймын да өзім лично. Және де сол кезде ең қызықтысы мен бұны алдына түсіндіріп жүрген кездерімде мүмкін оқушыға бұл керек емес, бірақ та мен айтып жатқан анықтамамда қателер болыпты, кішігірім. Негізінен бұл именно терең меңгермесем, бұл қателік байқамауы мүмкін. Сондай нәрселерден айырыласыздар. Одан кейін оқушылар сізді сабағыңызды қызығып тыңдайтын болады, және де ең бастысы өзіңіздің және оқушыларыңыздың сыни тұрғыдан ойлауды үйретіп, олардың дамытасыздар. Кейін
олимпиаданың қиын есептерін шығара бастаған кезде өзіңізге деген сенімділік пайда болады, оқушының сізге деген құрметі артады, сонымен қатар ментор бола бастайсыз және де қосымша табыс табу мүмкіндігіне ие боласыз. Бірақ та ең бастысы, біз мұғалім болғандықтан, осы жолда жүргендіктен біз келешек ұрпақ тәрбиелеп жатырмыз. Және де ол ұрпақтың саналы, сыни тұрғыдан сауатты және де бәсекеге қабілетті болу үшін біз өзіміз мықты болуымыз керекпіз. Негізінен бұның барлығы былай қараған кезде өзімізге бағытталған жақсылықтар, көрдіңіз ба? А негізінен біз мұғалім болғаннан кейін ұмытпауымыз керекпіз. Біз өзіміз дамысақ, біз арқылы оқушыларымыз да дамитынын. Бұл жол қиын ба? Әрине қиын, бірақ нәтижесі бұған тұрарлық. Жалпы осылай ашып айта алдым деген ойдамын. Енді екінші мәселе, оқушының бұл сұраққа сенімді, саналы түрде жауап беруі. Әрине оқушы болғандықтан ол өз жауап берудің де қиналуы мүмкін. Сол себептен де біз мұғалім ретінде оларды бағыттап жіберуіміз қажетпіз. Бірақ та оқушы бұны қабылдай білу керек. Мен сіздерге мынандай мысал айтайын. 2016 жылы менің оқушым республикалық олимпиадада алтын медаль алады. Одан бөлек халықаралық олимпиадаларда да жүлделі орын алып жатады. Алайда ол оқушымнан мен төменгі сыныптан бастап сұраймын, әдейі сұраймын, байқаймын, өйткені оның қылықтарынан, несінен. Жоғары сыныпқа келген кезде сұрасам, сен олимпиадада не үшін айналысып жүрсің олимпиадамен? Мен білмеймін дейді. Яғни қолынан келеді, шынымен де бұл нәрсемен айналысады, бірақ та өзіне жаңағы бұл сұраққа қатты жауап таба алмаған. Не болады сосын? Осы сұраққа жауап таба алмаған үшін 11 сыныпта олимпиадамен айналыспай қалады. Одан бөлек сериал қарап, анау қарап, мынау қарап, тіпті мықты университеттерге де түсе алмай қалады. Яғни ұбт-мен грантқа түседі, ол жағы проблема емес. Себебі халықаралық олимпиададан жүлдегер атаннан кейін сені кез келген Қазақстан университеті шақырады да, Назарбаевскийдан басқа ол жақта конкурс өту керек. Оның осындай қабілетімен ол әрине кем дегенде Назарбаевский университетіне, шетелге де түсуге болушы еді. Ал ол 11 сыныпта уақытын жоғалтып алған үшін бұл өзінің потенциалын сол уақытта толық аша алмады. Неге? Өйткені осы сұрақ маңызды да. Енді жалпы информатика олимпиадасы дегеннен кейін бұл спорттық бағдарламалау, бұл IT-ға жақсы бір жол бастайтын. Сол себептен де оқушыны ең оңай жолы мотивация жасау. Бұл сен мықты компанияларда жұмыс істей аласың және де саған жоғары жалақы береді деп. Неге? Мысалы, неге олимпиадаға бұған қатысы бар? Өйткені мен өзім стартапта да бастап жұмыс істеп көрдім, және де өзім де білетін, бірақ та практикадан да өтті. Олимпиадада әжептәуір мол тәжірибе болған кезде кез келген компанияның тапсырмасы сізге оңай болып қалады. Олимпиаданың есептерін шығара алсаңыз. Сол себептен де Google, Microsoft, Facebook, Apple деген компанияларда интервьюға дейін, интервьюдің өзінде де олимпиадалық сұрақтарын қояды. Неге? Олимпиада сұрақтарына жауап бере алған кандидат біздегі тапсырмаларды олимпиадаға қарағанда оңайырақ, сол себептен біздегі тапсырмаларды ешқандай мәселесіз орындай алады деген сенім бар оларда. Және де тура осы сенім ішінде олимпиада нәтиже көрсеткендерге мықты университеттерге түсе алады. Оның ішінде Қазақстанның да университеттері тікелей шақырады. Мәселен, өздеріңіз білесіздер, СДУ-да мысалы яғни шекті балл грантқа түсу мысалы жоғары, басқа университеттер бар, МУИТ бар, сондай университеттерде жоғары. Бірақ та олимпиада нәтиже көрсетсеңіз, сіздерді тікелей шақырады. Енді ол мысалы екінші маңызды себеп. Және де Қазақстанның университеттеріне өзінде түсіп, сонымен қатар стипендияда да оқиын десеңіздер, то ұбт-ға дайындалған кезде де олимпиададан кейін балабақша деңгейі болып қалады, шынымен де айтамын. Одан бөлек олимпиадаға қатысып жүрген кезде әртүрлі камптарға барады, әртүрлі жаңағы сборларға барады. Сол кезде өзінің құрдастармен, мықты оқушылармен танысады, кейін олармен дос болады, басқа жақта болашақта да мысалы қарым-қатынасын үзбей жүреді, өте маңызды. Және де қазіргі уақытта кез келген нәрсе бізге оңайда, тіпті жасанды интеллектпен кез келген сұрақ бар ма, сұрай саламыз. Одан бөлек
инстаграмда мысалы шорс қарап бәріміз отырамыз. Неге? Өйткені жеңіл нәрсеге үйреніп жатырмыз. Бірақ та стресске шыдамды болу, төтеп беру, бұл нәрсеге қазір азырақ практика жасап жүрміз барлығымыз да, өзіміз де, оқушыларымыз да. Ал стресске төзімді болған мамандар қазір бүкіл жерде керек. Және де міндетті түрде қиындықтар болады, сол қиындықтарға төтеп беру арқылы сіздердің мінезіңіз шыңдалады. Және осылай әдемі сөзбен айтсақ, ең бастысы олимпиада ол инженерлік ойлау жүйесін өмір бойы сізбен қалады. Яғни сіз мүмкін даже IT-ға бармасаңыз да инженерлік ойлау жүйесі сізде қалады. Және де осы қадамдар арқылы, осы қабілет арқылы сіз өзіңіздің өміріңіздің бас архитекторына айналасыздар. Осылай оқушыларды мотивация беруге болады. Және де бұл нәрсені оқушыларға не істеп отыру керек? Естеріне салып отыру керек. Өйткені оқушының да біздікі сияқты, біз бәріміз адамбыз, мотивациясы түсіп жатқан кездерде болады. Сол кезде әрқашанда ұстаз ретінде жаннан табыла білуіміз қажет. Енді жарайды, біз олимпиада не екеніне жауап бердік, не үшін қажет екендігіне жауап бердік. Енді C++ ба, Python ба деген сұрақ бар. Негізінен C++ ол олимпиаданың патшасы, олимпиаданың атасы. Неге? Өйткені ең бірінші дүниежүзілік олимпиада, International Olympiad in Informatics, яғни IOI, 1989 жылы өтеді. Және де сол кезден бері C++ өз басымдығына ие болады. Ол кездер әрине Паскаль деген уже қазіргі уақытта ескірген бағдарлама тілдері болған. Алайда C++ өте тиімді. Pythonға қарағанда, мәселен, ол 4 есе жылдамырақ болуы мүмкін қиын есептерде. Және де не бойынша, память дейді ғой, компьютердің жады бойынша бағдарлама 2 есе аз жадын қолданады C++-та, яғни 2 есе тиімдірек жады жағынан. Енді бұл Python сонда қолдануға келмей ме деген сұраққа қазір келеміз, бірақ C++-ның артықшылығын айтып тұрмыз. Және 2024 жылдан бастап осы дүниежүзілік олимпиада тек қана C++-ға толығымен ауысты. Бұның алдында 98% C++ өшеді, қазір 100% міндетті түрде C++ қолдану керек. Яғни, егер де мақсат халықаралық деңгей болса, C++ қажет. Соның өзінде де, бірақ та C++-тен бастау да шарт емес, Python-нан бастап C++-ға ауысуға болады. Мен өзім бұл жерде практикамда қолданамын бұл нәрсені. Қазір ең практичный нәрсе Python-нан бастау негізі. Себептеріне келетін болсақ, үйренуге жеңіл, өте маңызды бұл нәрсе. Үйренуге жеңіл, және де мектепте оқытылады. Бұл тіпті күшті. Сіз бірінші кезекте осы Python-ның фундаментін жақсы үйренсеңіз, сіз мектепте сабағыңызды әлдеқайда жақсырақ түсіндіресіз, балаларға да қызықтырақ болады. Және де осының фундаментінде кейін олимпиадаға көше бастайсыздар. Одан бөлек, мен қазір сіздермен өзім тәжірибеммен бөлсем, жаңағы SMP сайты бар, басқа сайттар бар. Шығарған есептерімнің 90%-дан астамы, 95%, может быть, даже, одан көп болмаса, C++-та негізінен. Бірақ та кейін Python-да жазған проекттерімді көрсем, олимпиада емес, бірақ та стартаптағы жобаларды мысалы көрсем, айтқым келгені не? C++-пен в основном айналыссам да, бір тілді жетіп меңгерсеңіз, екінші тілге көшу өте оңай. Бағдарламалауда, IT-да. Мысалы, біз қазір қазақ тілін білсек, французша үйрену оңай деп айта алмаймыз. Сөздік қоры, грамматикасы, фонетикасы барлығы әлдеқайда басқа әлем. Ал IT-дағы ең күшті нәрсе, бір бағдарлама тілін жетіп меңгерсеңіз, екіншісін алып кете бересіздер. Бұл гарантия. Бұны мен біліп та жүрдім, және де өзімнің басымнан өткен шаруа. Сонымен қатар Python-ды мектепте үйретесіздер, сол жақсы үйренген оқушыларды іріктеп олимпиадаға қатыстырасыздар, ғылыми жобаға қатыстыруға болады. Және де робототехниканы да қазір мысалы Lego-ны болсын, Arduino болсын, Python-мен бағдарламалауға болады. Сол себептен де Python-мен бастау керек қазіргі таңда. Яғни, әрине араларыңызда C++-ті білетін, және де C++-ті түсіндіріп жүрген мұғалімдер, тренерлер болуы мүмкін. Егер де сіз уже C++-ті жақсы білсеңіздер, оқушыларға түсіндіре берсеңіздер, C++-тен де баса берсеңіздер, проблема жоқ. Бірақ та эксперимент ретінде Python-мен де баса көрсеңіздер болады. Мен өйткені өзім
2021 жылдан бері бастап әуелі питонға үйретемін оқушыларды. Алғашқы 7 сыныпта келеді оқушылар, алғашқы жарты жыл. Кейін уже барып C++ өтеміз да. Неге? Өйткені жарты жылдың ішінде біз олимпиадада болғандықтан, сабақтардан кейін келіп күнделікті жұмыс істегендіктен жүйелі түрде оқушылар жарты жылдың ішінде бүкіл мектепшілік бағдарламаны алып кетеді да. Жалпы осы енді кейін барып C++ға көшіп, уже ары қарай екі тілді жетіп меңгере алады. Яғни бұл жердегі мәселе C++-та, питонда да емес. Бұл жердегі мәселе алгоритмдік ойлау қабілетінде. Яғни бұл үшін ең бастысы кез келген тілді алып, сонымен бастап оны жетіп меңгере білу керек. Мысалы, қасықтың түрлері бар. Үлкен қасықпен сіз мысалы десерт жей аласыз ба? Жей аласыз. Жеуге келеді. Бірақ та мәселе неде? Әр құралдың өзінің ыңғайына қарай қолданасыз. Сол сияқты да әр тілдің өзіне ыңғайына қарай қолданатын нелері бар. Ареялары дейді ғой, қолданатын бағыттары бар. Енді неге келейік? Алғашқы ұстаз жолымды бастадым дедім, және де 30 сәуір күні 2015 жылы ең алғашқы олимпиада есебімді мен шығарып олимпиадаға бастадым. Және де ең қызықтысын айтайын ба? Олимпиаданы мен 2015 жылы ең алғашқы жаңағы есебін шығарған кезде кәдімгідей А плюс Б деген ең қарапайым есеп еді. Және де осына ең қарапайым есептерді шығаруда менде мүлдем тәжірибе болмағандықтан мен өзімнің оқушыларымнан сұрайтынмын. Мектепке келген кезде олимпиадамен маған дейін айналысып жүрген оқушылар болған ол кезде. 10 сыныптың оқушысы болды, 8 сыныптың оқушысы болды. Мен 10 сыныптың оқушысынан сұрайтынмын. Ұялмайтынмын. Одан бөлек 10 сыныптың оқушысы әрдайым жанында жүрмейді ғой. Ол болмай қалған кезде мұғалім бола тұра 8 сыныптың оқушысынан қарапайым күлкілі тақырыпты сұрауға мен ұялмайтынмын. Мүмкін осы да ерекшелігім бар шығар. Яғни қазақтарда мынандай сөз бар ғой, өзің білмесең кісіден сұра, үлкен білмесе кішіден сұра демекші. Сұраудан, бір нәрсені үйренуден қорықпау керек. Және де бұл нәрсені оқушыларға да үйрету керек. Ал бұл нәрсені біз қалай оқушыға үйрете аламыз, егер де біз өзіміз оқушының алдында ұялып қорқып тұрсақ? Бұл осындай сұраққа өзіңіз жауап берсеңіздер болады өзіңізге. Бұл жердегі мәселе неде? Бұл жердегі мәселе алғашқы жылымда оқушылардың көптеген сұрақтарына сабақ кезінде болсын, олимпиадада болсын жауап бере алмай қалады. Шынымен де. Мен олардан бір-екі тақырып алдында жүрсем де, менен озып кететін озат оқушылар болды да, олар сұрақ қойып, мен жауап бере алмай қаламын. Бірақ та мен өтірік жауап беріп, былай жауабын тапқанша мен айтатынмын, мен әзірше білмеймін, мен келесі сабаққа дейін дайындалып келейін. Егер де бір аптаның ішінде келесі сабаққа дейін мен саған жауап таба алсам, қолымнан келгенше көмектесуге тырысамын деп. Және де мен бұдан да ұялмайтынмын. Неге? Бұл жердегі мәселе неде? Оқушы бізден үйренеді да, аха, бәрін білу шарт емес, бірақ та ең бастысы іздену керек, білуге тырысу керек. Және де қорықпау керек. Сұрақ қоюдан да, және де білуін деп деген сөзден де қорықпау керек та негізінен. Енді олимпиаданы не себепті, не үшін деген сұрақ, маған олимпиада не үшін керек деген сұрақ өте маңызды. Себебі қазір көптеген тегін курстар болсын, ақылы курстар болсын, қолжетімді. Одан бөлек жасанды интеллектпен де көп нәрсені үйренуге болады. Бірақ та түбінде мысалы сіз футбол туралы видеоларды қарап, 10 000 сағат футбол туралы видео қарасаңыз, сіз футболист болып кете алмайсыз. Сіз 10 000 сағат бойы қалай күшті тамақ пісіруді видеоларын қарасаңыз, бірақ та практикасы сіз күшті тамақ пісіре алмай кетесіз сразу, бастапқыда. Сол себептен де олимпиадада жаңағы видео сабақтарды қараған кезде сіздер жай ғана қарап қоймауыңыз керексіздер. Сіздер бұны практикасын жасауыңыз керексіздер. Біріншіден жаңағы өткен сабағыңыздың практикасын жасап бекіту керек, одан кейін басқа да есептерді өзіңіз өз бетіңізше шығара бастау қажет. Яғни бұл жердегі, егер де мысалы курстарға қатысқан кезде, бұл жердегі ментордың, ұстаздың рөлі сіздерге қолайлы орта жасау, бағдар беру, яғни максимально қолайлы жағдай жасау. Ал қайткен күннің өзіне де жұмыстың 80% ол сіздердікінде, мысалы ұстаздар болсаңыздар, немесе оқушы болса, сіз қанша тырысқанмен оқушының несінде, оқушының жауапкершілігінде, яғни сол себептен де оқушыны таңдаған кезде тек қана математика логикасына ғана қарамай,
мінезіне де қараған дұрыс. Яғни егер де жалқаулау оқушы болса, оны алма деп тұрған жоқ, бірақ та оның мінезімен жұмыс істеу қажет деген сөз да. Яғни олимпиадада не істеу керек? Олимпиада шыңын бағындыру үшін ең фундаментті өте мықты білу керек, және де не істеу керек? Осы фундаментті практика жасай беріп автоматизмге, яғни фундаментті өте мықты отырғызып алу керек. Кейін барып жай ғана видео сабақтарды қарай бермей, өзіңізде практика жасап, өз бетінше жаңа есептерді шығара бастау керек. Және де біз мұғалім болғандықтан үйренгенімізді басқаларға үйрету керек. Сіз өте мықты білесіздер, өте жақсы білесіздер. Егер де біреуге үйретіп жату барысында біз не істейміз? Өзіміз бұл тақырыпты тереңірек түсінеміз. Одан бөлек жүйелік маңызды. Яғни мүмкін болса, егер де мысалы саналы түрде бұл нәрсемен айналысатын болсаңыздар, күн сайын 1-2 сағат бөліп отырсаңыздар, әрине күн сайын 15 минут бөлсеңіздер, содан бастасаңыздар болады. Күн сайын 15 минут, күн сайын кейін 20 минут, 25 минут. Жүйелік маңызды. Өйткені как раз таки 1 сағат бізге, жарты сағаттың өзі бізге еш нәрсеге тұрмайтын болып көрінуі мүмкін, бірақ та 1 жылдан кейін, 2 жылдан кейін өздеріңіз көресіздер айырмашылығын. Ал сіздер мысалы жарты сағат, 1 сағат емес, арасында мысалы хотя бы аптасына 1 күн 3-4 сағат арнай алсаңыздар, тағысын тағы болса, то прогресс одан да көбірек болады. Яғни ең бастысы тұрақтылық. Жалпы осы. Енді тағы да маңызды нәрсе, бұл бойынша қазір өзімнің мысалымда көрсетсем, міндетті түрде қиналатын тақырыптар болады. Міндетті түрде қиналып, әрі қарай менің қолым келмейді-ау, шығара алмаймын-ау деп тастап кетуге желание болатын кездер де болады бізде, және де оқушыларда да сондай кездер болады. Және де как раз таки осы жерде біздің мінезіміз шыңдалады, одан бөлек біздің миымыз шыңдалады. Мәселен, неге тренажерный залда біз вестармен жұмыс істейтін болсақ, вестарды көтеретін болсақ, біздің получается айталық 40 килограмм көтеретін күшіміз бар, а біз мысалы 10-ақ қана килограмм көтеріп жүрсек, біздің бұлшықеттеріміз артпақ түгіл, наоборот, азая бастайды. Сол сияқты да миға как раз нагрузка салынған кезде ғана миымыз арта бастайды. Яғни қиындықтан негізінен қорықпау керек. Яғни бұны қабылдай білуіміз керек. Біз қиын нәрселер болады. И осы қиын нәрселерден өту үшін біз как раз таки не үшін деген сұрағымызға саналы түрде әрқашанда жауап беріп, оны есімізге түсіріп отыруымыз қажетпіз. Енді жалпы мен өзімнің практикамда 2 сайтты қолданамын. Көбінесе SMP негізінен Codeforce'ты қолға алу керек. Өзім үшін қолға ала бастаймын, биылдан бастап қайттан. И қазіргі уақытта 1500-ден астам есептер шығарғанмын. Және де бұл жердегі негізгі ой, жаңағы мен айтқандай, қысқа уақыттың ішінде біз не істей алатынымызды асыра бағалаймыз, яғни өзімізге көп алып қоямыз, ал ұзақ мерзімде біз не істей алатынымызға жете бағалаймыз. Яғни недооцениваем то, что мы можем за большой период времени сделать. Енді мына жақта қызықты фактілерге қараңыздар. Ал мына жақта бұл рейтинговый 1000 есеп бар. 1000 есептің қазір сайттан да ашып көрсем, 677 есеп шығарған кезде мен не істеппін? 2 есе көп қате жіберіп. Бұл қалыпты жағдай, көріңіздер. Қалыпты жағдай, қате жіберу. Неге? Өйткені осы қателіктерден біз үйренеміз. Және де бір есептің тек қана бір ғана шығаратын шешімі жоқ. Бір есепті сіздер бірнеше жолмен шығаруға болады. Және де көп тұрсыздар. Мен 677 есепті 1141 рет шығарыппын. Демек мен әр есепті орта есеппен 1,5 рет шығарыппын деген сөз да. То есть әртүрлі жолдан қарағанда есептердің. Codeforce сайтында сол 354 есеп шығарыппын, және де ең көп 10 күн подряд жұмыс істеппін. Яғни осы сайттармен жұмыс бізде вообще күшті нәрсе ше. Басқа математика, физика олимпиадаларында бұндай нәрсе жоқ. Информатика олимпиаданың күшті жері, бірнеше күшті жері бар. Біріншіден, информатика олимпиадасын білген оқушы өзінің болашақ мамандығына тікелей дайындалады да. Ал математика, физика олимпиадалар күшті ма, мықты ма? Мықты. Не істейді? Логиканы, математиканы, инженерлік навыктарды, қабілеттерді дамытады. Бірақ та ол көбінесе ғылымға барып тіреледі да. Ал егер де оқушы ғалым боламын демесе, ғылымды қуам демесе, то тікелей бұл білім оған өзінің кейінгі үлкен өмірінде әсер етпеуі мүмкін да. Ал мынау тікелей әсер етеді. Неге? Өйткені сіз мықты программист болсаңыздар,
кем дегенде бұл білім сізге интервью уақытында қажет болады. Одан бөлек екінші жақсы нәрсе информатика олимпиадасын оқушыларға осы нәрсені де түсіндіру маңызды да. Кері байланыс лезде болады. Олимпиадада да солай, мысалы операция мүлде жоқ, көбінесе байқайсыздар, иә, облыстық кезеңнен бастап точно. Неге? Өйткені компьютер өзі тексереді да, болды. Сол себептен де осы сайттарда да компьютер өзі тексереді. Және де компьютер өзі тексерген үшін оқушы сіздің мынау есеп дұрыс па деген жауапты күтпейді да, лезде алады. Және де бірінші тесттен өте алмай қалды ма, бесінші тесттен өте алмай қалды ма, немесе ол if деген орнына случайно off деп жазып қойды ма, яғни компиляционный ошибка ма, соның барлығын лезде не алады да, кері байланыс алады. Өте күшті дүние, және де одан бөлек күшті дүние, сайттар өте көп, дайындалатын есептер өте көп, яғни және де өте күшті шынымен де мүмкіндік. Енді қараңыздар, апрельде бастадым, мынау осылай менікі кетті, мынау осындай график, яғни 10 жыл, неше получается, бір 10 жылдың ішінде осылай аз-аздан үйрендім. Егер де бұны былай келісетін болсаңыздар, қараңыздар, жүйелілік деймін да, бірақ та мен өзім мысалы былай мына жақта көп оқыдым, кейін оқымадым, осылай кете береді. Және де қызықты нәрсе, ананы түсіндіре аламын да, мынау графикті. Оқуды бастағаннан кейін әрине ең басында көп нәрсені үйрене бастадым. Кейін не болды? Қиын тақырыптар бола бастады. Қиын тақырыптар бола бастаған кезде не істедім? Уже желанием төмендей бастады. Дұрыс па? Каникул болды жазғы, тағысын тағы. Кейін уже каникулдан кейін жаңа күшпен қайтадан оқи бастадым. Мына жерде көп оқыдым. Неге? Өйткені қызықтысын айтайын, мен негізінен оқушылармен жарысқанды жақсы көрем. Өз оқушылармен жарысқанды. Және де ең басында олимпиадамен бастаған кезде оқушылармен жарысу тіпті қызық. Неге? Өйткені оқушыдан қалып қоюыңыз да мүмкін. Сол себептен де оқушыға да бұл қызық, мұғалімді озып кету. Және де арасында оқушылар да мысалы озып кетуі мүмкін, немесе арасында олар озып кетуі мүмкін. И осындай кезде мұғаліммен жарысу деген ол оқушыға үлкен бір мотивация береді. Сіз де сөйтіп дайындалып отырсаңыздар, сізге қарап оқушы дайындалып отырса. Және де мысалы мына жерде осы мұғалімдігімнің екінші оқу жылы соңына еріп бара жатқан кезде маған 9 сыныптың оқушысы келеді. Уже келесі жылы 10 сынып болады. Мен олимпиадаға қатыссам бола ма дейді. Негізінен жақсы нәтижелер көрсету үшін әрине төменгі сыныптан бастап алған дұрыс. Бірақ та мен 11 сыныптың өзіне оқушы келсе олимпиадаға қатысуға бола ма деп мен ешқашанда негізінен оқушының бетін қақпаймын. Мен оған не деймін? Мен саған курсты берем, осы курсты сен өзің оқы. Бізде мысалы сағаттан кейін информатика кабинетіне оқушылар жиналады, соның жандарында оқы, сұрақтар болса содан сұра. Сен маған не істеп, өзінің шынымен де іспен, сөзбен емес, іспен информатика олимпиадасын үйренгің келетінін дәлелде деймін да. Кейін барып онымен уже жұмыс істей бастаймын. И как раз бұл оқушылар дәлелдеді, және де олар енді бастап жатыр ғой. Мен де бұл жерде мысалы енді бастап жатқан кезім негізі. И осы жерде біз олармен көп жарыстық, байқалып тұр. Кейін мына жерде мен уже завуч болдым. Завуч болған кезде уже әрине олимпиадамен айналысуға уақыт азырақ болады, білесіздер. Мына жерде қайттан көбірек. Неге? Өйткені мен бұл жерде Қарағандыға ауыстым. Және де менде қалай бізде жалпы лицейлерде, бұл естіген шығарсыздар, бұл қандай практика бар бізде? Жүйені орнатамыз, оқушыларды тәрбиелейміз, кейін оқушылар жоғары сынып болған кезде жоғары сыныптың оқушылары төменгі сыныптың оқушыларын тәрбиелей бастайды, уже сіздің көмекшіңіз бола бастайды. Сол себептен де мына жақта как раз таки завуч болсам да олимпиада нәтижелері ешқандай азаймады, одан сайын көбейе берді. Неге? Өйткені уже тәрбиелеп қойған оқушылар болды, олар әрі қарай жағынан келген оқушыларға көмекші болады да. Неге олар болады? Өйткені сіздердің еңбегіңізді олар бағалайды. Неге? Сіздер оларды дамыту үшін қаншама еңбектендіңіздер, ол оны бағалағаннан кейін сіздерге де көмектескісі келеді. Ал Қарағандыға келген кезде сол уақытта именно робототехника мықты болды да Қарағандыда, бірақ та олимпиада жағы нашарлау болды. Және де мен қайтадан жаңадан бастап оқушыларға үйретуім керек болды, және де бұған дейін білмейтін қиын тақырыптарды да үйренуге тура келді мына жерде мысалы. Кейін барып карантин басталды. Карантиннен кейін мен көбінесе администрациялық шаруаларда жүрдім.
мына жақта не үшін қайтадан олимпиадамен айналыса бастадым айтайын ба, қызықты нәрсе. Соңғы 3 жыл жасанды интеллектті үздіксіз қолданып келем, оның ішінде ақылы версиясын қолданып келем. Өйткені мүмкіндіктер көбірек. Стартапта да мысалы сол версияларды қолдандым. Және де мәселе неде? Мен байқай бастадым, жасанды интеллектті көбірек қолдана бастаған сайын менің миының бұлшық еттері азайып жатыр, әлсіреп жатыр. Сол себептен де өзінің миымды формада ұстау үшін қайтадан бұның алдында шығара алмайтын қиын істерді қайтадан шығара бастадым. Кейін соңғы жылы жаңағы стартап дедім ғой, сол стартап мысалы несін көрсетейінші. Мысалы қараңыздар, C++-та 95% код жасадым, бірақ та соның өзінде де питонмен мысалы жоба жасаған кезде өзіңіз көріп отырсыздар, олимпиадада өте көп тәжірибе болды. IT саласында бағдарлама жазуда ешқандай тәжірибе почти болмады, бірақ та олимпиадалық тәжірибе өте үлкен мүмкіндік береді. Мына жақта мысалы 10 мыңдаған кодпен құралған осындай проект жасауға. Неге? Өйткені біріншіден ойлау қабілеті артылады, екіншіден бір тілді жақсы білген кезде сіздер уже екінші тілді оңайырақ меңгересіз. Осы себептен да. Және де как раз таки бұл жерде стартаптан шығып, соңғы жылы үй алып, Аллаға шүкір, сол үйдің ремонтымен жүрдім. Не до этого болды. Енді қазір қайтадан өзіме қолға ала бастайын деп жатырмыз. Қызықты мынандай нәрсені тауып алдым, сіздермен бөліскім келді. Қараңыздар, 659 есеп. Мына жақтан ашайын, мысалы. Перетягивание каната деп аталады. Қиын есептердің бірі. Бірақ та бұл жерде мен уже 2019 жылы олимпиадамен уже 4-ші жыл айналысып келе жатқан кезім. Және де осы есепті мен шығара бастадым қашан? Қазір 3 май күні 2019 жылы кешкісін шығару бастадым, шығара алмадым. Осы есеппен ұйықтап жаттым. Келесі күні ойланып жүрдім. Сөйтіп түстен кейін қайттан шығара бастадым. Кешке тағы да шығарып, ұйықтар алдым, тағы да шығардым, қайттан шығара алмадым. Бұл есеппен қайттан ұйықтап жаттым. Таңертең қайттан басқа идеялар келді, қайттан шығара бастадым. Сөйтіп, үйтіп мінеке 1:20-ға дейін шығардым. Және де айтқым келгеніне 3 күн бойы бұл есепті шығардым. Және де шығарған кезде де жай ғана шығарып қоймай, қараңыздар, не істедім? Бұл есепті басқаша шығаруға бола ма? Тағы да басқаша шығарсам бола ма? Былай шығарып көрсем бола ма? Болмайды екен деп, осы жерде мен рекурсияны өте қатты, өте жақсы түсіндім. Неге? Өйткені қазір код мысалы көрсететін болсам сіздерге. Мынау мысалы рекурсиямен жазылған код. Және де именно рекурсия қалай жұмыс істейтінін мен мына жерде өте жақсы меңгере алдым да. Енді такс. Ары қарай жалғастырайық. Айтқым келгені, қиын тапсырмалар бола ма? Болады. Мінеке сізге дәлел. Бірақ та осындай қиын есептерді шығарудың ләззаты ерекше. Мен мысалы мына нәрсені мен осы мастер-классқа әдейі сайтқа кіріп іздедім да. Тауып алдым, сіздермен бөлісейін деп. Неге? Өйткені әлі күнге дейін есімде. Сол кездегі мынау есептің шығару ләззаты ерекше болды да. Енді ары қарай жалпы біз сіздермен осы 6 платформаны үйренетін боламыз. Алғашқы 2 платформа бұл курстар, яғни тегін курстар, олимпиаданы үйренуге болатын. Мынау 2 сайт көбінесе осы основа, яғни фундаментті үйреніп болған білімді не істеуге болады? Мұнда шығарып тексеруге болады. Ал мынау уже кейінгі деңгейге өткен кезде мына сайттармен жұмыс істей бастайсыздар. Енді осы сайттарды мен қазір кішігірім бір шолу жасайын. Ең бастысы осы 2 өзімнің қолданып жатқан сайтымнан бастайын, кейін аларды әрбір сайтты көрсетемін. Бірақ та менің бүгінгі 2 күн, не үшін 2 күн жасадым? Өйткені бірінші күні мен сіздермен жалпы танысып, олимпиаданың не екенін түсіндіріп, одан кейін не үшін бізге қажет, қалай оны оқуымыз керекпіз, соның барлығын қойып алғаннан кейін ғана барып практика жағына көшкім келді. Енді мына жақта мына нәрсе бар, мына нәрсемен де мен сіздермен ертең бөлісетін боламын.
мысалы мен өз оқушыларыма арнап қазір SMP сайты, ол мынау сайт. SMP сайтынан бастаймын мен бірінші. SMP сайтына тіркелгеннен кейін күшті жері не? Күшті жері қараңыздар. 2244 есеп бар. Және бұл есептер толықтырылып отырады. Codeforce деген сайт бар, естіген шығарсыздар, ертең Codeforce сайтына да жұмыс істейтін боламыз. Codeforce сайтының бір ерекшелігі, ол жерде өте көп есеп. 10 мыңдаған есептер. Бірақ та как раз таки көбінесе осы SMP-дан кейін Codeforce'қа өткен кезде кейбір оқушылар болады, өз-өзін алдап, ешқандай қиналмай, сол оңай есептер шығарып отыра береді. Даму процесі жүрмейді. Ал именно SMP-да есептер саны шектеулі болғаннан кейін мен бұл сайтты өте жақсы көремін өзім. Себебі міндетті түрде сен белгілі бір есептер шығарып болғаннан кейін сен өзінің патологыңа тірелесің, әрі қарай келесі, яғни даму процесі жүре бастайды да. Бұл жерде мысалы 500 мыңнан астам қолданушы бар, сайт орыс тілінде, бірақ та бұл жағынан қазір мүлдем қорықпау керек. Неге? Қазақша қажет па? Кез келген нені ашасыз да, тапсырманы қазақ тіліне сапалы түрде аударып берді. Мысалы, не қолдануға болады? Әрине, Google переводчик, Яндекс переводчикті қолдануға болады. Олай да жасаңыздар болады, бірақ та мысалы, в любом случае жасаңыздар неседі, әлде қайда мықтырақ, жақсырақ аударып бере алады. Яғни, бұл жердегі момент қазір тілмен біз шектелмеуіміз керекпіз. Сол себептен де осындай құралдарды пайдаланып біз орыс тілдегі сайттармен қоса ағылшынша сайттарды да меңгере бастау керек. Сол себептен Codeshes деген Америка мен Канаданың оқушылары және де студенттеріне арналған платформаны тоже ертең сіздерге көрсетіп, прям мұғалім ретінде қалай қолдануға болатынын үйрететін боламын. Себебі бұл платформада мен өзім уже 2018-ден бастап жобасы, неше жыл болды? 7-8 жыл болды, я, получается. Бұл платформаны қолданып келемін. Және де менің сабақ тағы жұмысымды әлдеқайда жеңілдетеді. Мен үшін жұмысын тексеріп береді, оқушыларға кері байланыс береді, өте күшті платформада. Яғни орыс тілінде болу қазір проблема емес. Бұл бір. Екіншіден, мына жерде архив задач деген бар. Архив задачада по категориям бар. Мәселен, мына жерде задача для начинающих деген бар. Қай жерде? Мінеки. Тек қана жаңадан бастағандарға арналған тапсырмалар бар. Одан бөлек мына жерде мысалы комбинаторикаға ғана байланысты, немесе динамический программированияға байланысты тақырыптар бар. И бұл жердегі момент не? Бұл жерде как раз екі өлшемді массивқа байланысты тақырыптар бар. Және де бұл жердегі момент, то, что тақырып бойынша бар, мои задачи бар, одан бөлек рейтинг жасап отыруға болады, өзінің рейтингін қарап отыруға болады. Және де неде ашуға болады? Мысалы, мектепті ашуға болады, оқушыларды мысалы қосуға болады, және де оқушылардың неше есеп шығарып отқандарын барлығын қарап тексеріп отыруға болады. Мысалы, екінші есепті осы оқушылардың қайсысы шығарды? Барлығы шығарыпты. Мысалы, жаңағы 659 есепті кім шығарыпты? Деген сияқты қарап отыруға болады. Осылай үйде де ауырып жатса да оқушы өз-өзінің жұмысын жасай береді, және де сіз оқушының логин паролін сұрап жүрмейсіз. Одан бөлек мұнда курс деген жерде міне кезек программирования основалары бар. Основалардан кейін решение олимпиадных задачасының ішінде тақырып-тақырыбымен сортировка, длинная арифметика, питонда бұл уже маңызды емес, бірақ та жаңағы стандартный библиотеки, динамическое программирование, комбинаторика, геометрия, жолдармен жұмыс, структура данных, взвешенный, неизвешенный граф, осы тақырыптардың барлығы тақырып бойынша және де сол тақырыптың ішіндегі де алгоритмдер бойынша бөлінген да DFS, BFS болып. Яғни, осындай бір керемет сайт. Және де бұл жерде сіз не істейсіз, жай ғана кодты мұнда қоясыз да и отправить дейсіз, сонымен
мына жақта язык промен нетесіз. Бұл сайтпен ертең сіздерге дұрыстап дайындалып, осы сайттардың барлығын мен не істеймін, жеке прям тіркелуіне дейін осының бәрін көрсететін боламын. Қазір жай кішігірім ғана шолу жасап жатырмын. Кодфорс деген сайты кішігірім шолу жасайын, ертең сіздермен жұмыс істейтін боламыз. Ол осындай бір сайт, екі тілді, орыс және ағылшын тілінде, және де ағылшын тілінде болғандықтан қараңыздар. Рейтинг. Дүниежүзінің бүкілі отырады мұнда, осы сайтта. Украина, мысалы Түркия, Түркменстан, ақш, Канада, Қытай барлығы отырады. Және де бір-бірімен осылай жарысады. И одан бөлек, мысалы, сіздер не істеуге болады? Сіз мына жақта өзіңізге оқушыларыңызды, басқа адамдарды дос ретінде не істеп аласыздар? Қалай алып аласыздар? Және де, мысалы, мына жақта жарыстар отырады, контесттер отырады. Сол біраз болды жазбай кеткеніме контест әрине. Контесттерде получается қай жылдары? Білмеймін, мына жылдары мүмкін оқушылармен бірге жазған шығармын, тексерейінші. Standings. Оқушылармен жарысқан кезде ең қызықтысы оқушының не істеуге болады? Тура сол есепті оқушы қалай шығады көруге болады. Оқушыдан бөлек дүниежүзінің ең мықты программисті бұл есепті қалай шығарды. То есть басқалардың кодтарымен танысып, осы нәрсені осылай үйреніп отыруға болады да. Сол себептен Кодфорстың артықшылықтары бар осындай деген. Жалпы платформалар жайында біз сіздермен ертең дұрыстап талқылайтын боламыз. Кішігірім шолу ғана жасадым. Енді одан бөлек мен YouTube каналымда бар. Бүгін осы платформалармен мен бөлістім ғой, записпен сіздермен бөлісетін боламын. Және де осы запистегі сайттармен сіз ертеңге дейін сіздерге үй жұмысы болсын, осы сайттарға кіріп, тіркеліп, өздеріңіз бір қарап көріңіздер. Кейін как раз сұрақтарыңызбен келіңіздер да. Ертең сұрақтарыңыз болса, осы платформаларға байланысты бірге талқылайтын боламыз. Мына жақта менің каналым да бар. Бұл каналымда менде 100 шақты видео, оның ішінде көбінесе Python бойынша өте көп видеолар бар. Қазақ тілінде видеолар бар, разборлар бар, тағысын тағы. Және де мына жерде мысалы Кодешес деген сайттағы курсқа арналған 61 видео сабағы, ұзақтығы 12 сағат. Мысалы, тегін курс доступта менде бар каналымда. Яғни сайт ағылшынша болғанмен қазақша жаңа аударып, солай жаңа шешіп отыруға болады. Так что бұл сайт өте күшті сайт. Ертең көрсетем, өздеріңіз көресіздер. Енді айтқым келгеніне, қазір мысалы менің каналым қарап отырсаңыздар болады, тіркеліп отырсаңыздар болады, біраз нәрсе үйренуге болады. Одан бөлек үздік білім деген канал бар, оны өздеріңіз білесіздер YouTube'тағы. Одан бөлек қазір тек қана қазақ тілді каналдармен ғана шектелмей, орыс тілінің, ағылшын тілінің каналдарын қарап, сол жақтан да білім алуға болады. Неге? Өйткені перевод видео жасау арқылы да. И мысалы, мынау Кодешестің келген просмотрлар. Неге? Өйткені бұл карантин кезінде Американың, Канаданың оқушылар мен студенттері менің каналымдағы осы видеоларды қарап кеткен да. Қазақ тіліндегі видеоларын қарап кеткен. Неге? Өйткені үй жұмысын қараған кезде ең бірінші кезекте осы видеолар шыққан да. Айтқым келгені, осы Кодешес сайтын прям өте күшті сайт, маған қатты ұнайды, соны ертең көрсетемін сіздерге. Одан бөлек алған білімді жаңа айтқандай басқаларға үйрету керек. Сол себептен де 2018 жылы YouTube каналымды ашқан едім. Астана кітап баспасының оқулықтарын да жаздым. Енді жалпы бүгінгі сабақты қорытындылап жіберейік, және де ертеңгі уже сабаққа мен тағы да бір дайындығымды аяқтап, ертең тағы да бір жолығамыз сіздермен. Жалпы жетістікке жету формуласы бұл өзімнің ойым. Әрине, өмір бойы білім алуға, білімге жалпы ашық болу керек, өмір бойы үйренуге тырысу керек.
практикада қолдану керек, өзіңіз болсын, оқушылармен болсын бұл біліміңізді, және де үйренген нәрсені басқалармен бөлісу керек.